Зорлықтың құрбаны бола тұра бауырларын жеткізген ару. Біреудің тағдыры біреуге сабақ. Ағайынның көптігі, туыстардың татулығы басыңа іс түскенде білінеді екен. Өкінішке қарай біздің туысымыз аз болды. Мамамыз балалар үйінде тәрбиеленіп өскен екен. Нағашыларымызды сол күйі көрмей кеттік. Ал әкемнің жалғыз қарындасы бар. Әйтеуір сол кісі ата-анамыз көмірден уланып, иіс тиіп қайтыс болғанда бізге қолынан келген қамқорлығын көрсетті. Қақаған қыстың аязында ата-анамызды жер қойнына тапсырдық. Тым болмаса біреуінің тірі қалмағанына ішім ашыды. Ол кезде мен небәрі 17 жастағы қызбын. Егіз сіңілерім мен 4 жасар інім бар. Төртеуміз бірақ күнде тұл жетім болып шыға келдік. Осы кезден бастап мен жалғыздықты сезіндім. Егілдім, еңсемді көтере алмай қалдым. Осы кезге дейін сыныптас достарым сияқты киім мен тағамды ғана ойлап жүрген қыз едім. Бір сәтте есейіп шыға келдім. Енді мына бауырларымды қалай өсірем деген сұрақ тұрды санамда. Көрші ауылда тұратын әкемнің қарындасы бізді өзімен бірге әкетпек болған. Оған мінезі шатақ жездеміз көнбей, әке-шешемнің қырқында шу шығарды. Шиеттей балашағамен өзіміз қысылып әрең отырмыз деп қырғын әңгіме айтқан соң біз ешқайда бармаймыз деп кесіп айттым. Бар жауапкершілік менің мойныма жүктелді. Обалы не керек? Әпкем жездемізді көндіріп, апта сайын келіп керек жарағымызды әкеп беретін. Менің жалғыздығым, өзімнің де бала екендігім кішкентай інім ауырып қалған сәтте байқалатын. Көрші ағайын жеңгемнен көмек сұраймын, ол да қарасқандай болады. Бірақ өз анаңдай қайдан болсын. Түн ішінде ыстығы шығып сандырақтағанда өзімді қоярға жер таба алмай қосыла жылаушы едім. Осылай жүре берсем інімнен айырылып қалам ба деген оймен кейде үшеуін балалар үйіне өткізіп жіберуді де ойлайтынмын. Ондай кезде әке-шешем түсіме кіріп, басымнан бір сипап кететін. Не керек? Ол кісілердің қайтқанына 3 жыл толғанда мен зорлықтың құрбаны болдым. Ауылда Рамазан деген түрмеге отырып келген есі кіресілі шығасылы біреу бар еді. Менің қорғансыздығымды пайдаланды ма, базардан азық-түлік әкеле жатқан жерімнен иесіз қалған үйге сүйрелеп білгенін істеді. Тірлігін бітіріп болған соң, мен түрмені көрген адаммын, осы жайлы біреуге айтатын болсаң, бауырларыңмен қосып бауыздап кетем деп қорқытты. Әке-шешемнен бірдей айырылып, 3 бауырымды қалай асырап бағам деп басым қатып жүргенде, қайдағы бір қылмыскердің басынып арымды таптағаны жаныма маза бермеді. Үшеуін жетектеп үлкен трассаға көліктің астына түсіп өлгім келді. Ақымақпын ғой, басыма осы ой қалай келді. Содан үшеуін кейіндіріп, қырдағы үлкен трассаға қарай жаяулатып шықтым. Әпке қайда барамыз дейді екі сіңілім. Әпкемнің үйі шақырды, қонаққа барамыз деп алдап қоям. Бірақ көзімнен жас тоқтамай ағып жатыр. Күн кешкіріп қалған уақыт қой. Трассаға шығып қалаға қарай жүретін аялдамада біраз отырдым. Жан деген тәтті. Қайтсем екен деп жан-жағыма алақ-жұлақ қарап отырем. Бір әйел 8 жас шамасындағы бір қызын жетектеп келді де, сіңілім мына қызыма қарайлай тұршы, төменде сөмкем қалып кетті, соны әкелейін деп өтінді. Анау қыздың тілі тастай екен. Сәлеметсіз бе деп амандасып, бірден әңгімеге кірісіп кетті. Сіз мына балалардың мамасысыз ба? Қыздарыңыз әдемі екен, балаңыз да сүйкімді. Мен де осындай бауырларым болса деп армандап қоям. Бірақ қазір жалғызбын. Мамама маған бауыр тауып беріңізші деп едім. Сен ауырып қалдың. Жазылу үшін ұзақ емделу керек. Жазылған соң сыйлаймын. Әзірге екеуміз мына аурумен көп күресеміз деді. Солай, қазір біз қалаға, ауруханаға жатуға бара жатырмыз. Сіздер ауырмайсыздар ма? Ауырмаған жақсы екен. Мен ауырғанда мұрным қанап есімді білмей құлап қалам, деп бәрін тәптіштеп айтып берді. Тілі тастай, әр сөзін нықтап-нықтап сөйлейді екен. Кейін мамасы келіп, қызының қатерлі ісікке шалдыққанын айтты.
Сол қыздың әңгімесінен кейін мен ойымнан бас тартып үйіме қайттым. Жол бойы Құдайдан бауырларымның аман сау болғанына шүкіршілік етіп кешірім сұрадым. Көзімнен еріксіз жас парлады. Таксиге отырып әлдеқашан ауылдан ұзап кеткен кішкентай қыздың ой салғанына, соншалықты сөздеріне алғыс айттым. Өмір деген тек қараңғы түннен тұрмайды екен. Уақыт өте іштегі жара жазылды. Бауырларым үздік оқушы боп өсті. Ал мен жоғарғы оқу орнында оқи алмағаныммен саудаға араласып жағдайымызды түзеп алдым. Бағыма орай жақсы жігіт кездесіп бас құрадық. Қазір өзімнің 3 перзентім бар. 2 сіңілімді ұзатқам. Інім бойдақ, бізбен бірге тұрады. Шүкір, бақыттымын. Пендеміз ғой, кейде шаршап, шүкіршілікті ұмытып, саудадан жолым болмай қалады. Сондайда ауылдың аялдамасында жолыққан сол бір қыз есіме түседі. Қайтты екен, емделіп кетті ме екен деген сұрақ мазалайды. Өмірге құштар қыз еді. Тірі жүрсе аман болсын деп тілеп қоямын.